Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осындай банан шоколад жасаймыз. Сіздердің көздеріңізше, конечно, бұл банан шоколад, бұны сатуға болмайды. Үйде жеуге болады. Конечно, мен бұны үйде жеуге жасаймын. Екеуін жасаймын сіздердің көздеріңізше. Қалғанын өзіміз былай жей саламыз. Өйткені бұл 3 күн бұрын алынған зат. Сіздерге совет беремін. Сол күні банан алып, сол күні жасаңыздар. Қарай кетеді ішіне ағаш салатын болсаңыздар, палочка салатын болсаңыздар, обязательно бізде белый шоколад бельгийский, молочный шоколад бельгийский осымен жасалынады. Видеоны соңына дейін қарап, лайк, комментарийны аямай жазыңыздар. Ой пікірлеріңізді, соңында не түйдіңіз, не көрдіңіз, соны жаза кетіңіз. Сұрақтарыңыз болса да астына комментарияға жаза кетіңіз. Подписка жасамасаңыздар каналға, подписка жасап, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Біз жақсылап бананымызды тазалап аламыз. Бананның құрамында білесіздер, А витамині, В витамині, В1, В2, В3, В6 витаминдер, В9 витамин, темір, натрий, магний, фосфор қышқылдары барды. Поэтому бұның пайдасы бізге көп. Қара шоколадпен араласқан соң, қара шоколад адамның ойлау қабілетіне, жұмыс істеу қабілетін, ынтасын ашады. Поэтому бұны жеу әрқайсымызға пайдалы. Обязательно осындай мороженныйдың палкасын алып алыңыздар, өйткені шпажкамен түсіп кетеді бұл. Кішкене 2-3 минут морозильникте ұстап алып, потом осындай табақшада жасасаңыздар, өздеріңізге сілкіген кезінде шоколадты, банан шоколадты сілкіген кезінде жан-жағынан шашылмайды. Мен мұнда стаканға ертіп алдым, темперировать етіп, одан кейін мұны өзімнің табақшама құйып жатырмын. Чтобы ыңғайлы болсын өзіме деп, сіздерге де солай істеуге совет беремін, несе үйде жасап жатсаңыздар. Жақсылап ерітіп, барлық колеталар еріп болғаннан кейін біз бананды саламыз. Міне мынау біз қазір шайқаған кезінде жақсылап бананымыз неғу үшін осындай тостақта жасаған ыңғайлы сіздерге. Жанына сілкейсіздер қазір лишний нелерін. Мұнда малина, сублимированный малина. Бірақ посыпканы өздеріңіз білесіздер, қайсысын салып керек екенін. Можно даже просто узор салып, қана жібере салуға болады. Достар, каналға лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Комнатный температура бізде 18-20 градустан аспау керек. Бұның срок годности ұзаққа шаппайды. Сразу айтам, 12 сағаттай болады. Жасағаннан кейін тезірек жеп тастасаңыз, іші қараймайды. Мына палочка қойған жерлер дақ болып қалады, поэтому оған шок болмаймыз. Оны алып тастасаңыз, қалай сіз подарканы аласыз, қолыңызға солай алып тастасаңыз, қара із қалмайды. Аламыз. Сол шетіне кішкене жібереміз. Шоколадқа сіз любой нәрсені салсаңыз болады. Қаласаңыз жентпен жасайсыз, қаласаңыз банан шоколад, финики шоколад, голубика шоколады, мангодан да жасап жатады, цитрустан да жасап жатады, қара өрік бар ма, жүзім бар ма, барлығынан жасауға болады. Малинаны да салуға болады, ежевиканы да салуға болады, салам десеңіз. Ол өзіңіздің фантазияңыз кете береді. Бірақ бұл как мороженый сияқты кетеді. Мынау банан шоколад деген почти мороженый сияқты. Жесеңіз дәмді. Потому қазір мен мынаны көп посыпка салмаймын, бұған только узор жасаймын, поэтому мұнда мен рисер шарик жасадым.
өзіме ұнайды, өзі жұмсақ, ыңғайлы, тіске де ыңғайлы. Мынау ақ шоколадымыз біздің. Ақ шоколадымыз, енді көп қойған жоқпын. Солай посыпканы салып, узор қаласаңыз узор жасайсыз. Узор жасау ол қиын емес негізінде. Бірінші ложкаға үйреніп аласыз, қолыңызды үйретіп аласыз. Одан кейін үлкен ложкамен узор жасайсыз. Сол жерден үйреніп алуға болады. Потом барып клубникаға, барлық нәрсеге сол узорды сала бересіз. Так. Аламыз. Вот и получилось вот такое. Достар, видеода соңына дейін жетіпті. Осы сізге рахмет, соңына дейін жеткеніңіз үшін. Каналға лайк, подписка жасауды, өзіңіз ойыңыз болса, оны жаза кетіңіз комментарияға, мен барынша жауап беремін. Сау болыңыздар, аман болыңыздар.